бұйырса понедельниктен бастап жаңағы ауылда тұратын боламыз. Қызық болған деп тұр енді. Сол. Тәтем кеше қыдырды. Мен де бүгін кішкене бір қыдырып алайын деп жатырмын да енді сөз ашығы. Болмайды ғой ондай. Айгүл ғана қыдырып, мен қыдырмай қалсам көт ашайын деп тұр енді сөздің ашығы. Поэтому сол бірде бір болу үшін, короче, до конца бүгін қалай болады екен? Сіз қыдырсаңыз біз не істейміз сонда? Сіз үйде отырмағасыз ғой никогда бұл өмірде. Ойбай, ужас. Қалайсыңдар? Қасымызда Айгүл көтір. Қайырлы таң, сүйкімді жан болып тұр ғой, завтра заказ етті. Міне. Қайдан екен? Енді бастайды. Бастасаңшы, көржелік бастағанымыз. Біздік сол енді кішкене жағдай болмайды, құрт жеп отыр. Құртты не үшін алдың? Құрттап отқаннан кейін алдым. Қалай екен? Қалай болады екен? Таң азаймен айс латте ішкен. Ішінде мұзымен кофе. Таң атпай. Адамдар қалай ыстық? Адамдар бірінші... Сен не үшін? Мен? Давайте деп қоясың көріш. Креммен күн жұмыстар салды деп қойма. Қазір дәмін көретін болыңыз, ой-бой. Мәжік ұйықтап береді енді, ой-бой. Мейт құлын. Көзің кішкене андай, ка? Көзің бір аш қаттырақ. Қорқынышты болып тұр кезін кәдімгі айрысай. Стаканды бір шай. Мына жақта кәдімгі өмір болып жатыр, өмір. Өмір деген өлең қойсын. Дәмді болып та. Қойш, оннан қанша болып тұр? Сыр кішкене капчонды болып та. Бірақ... О, білесің ба кім кінәлі? Әдем. Кім кінәлі білесің ба? Кім кінәлі? Неге? Мынау свеж болып тұрмыз, мен айттым. Жүр досым, бір сағат жақтым. Қалыпта просто печка. Тұрып қалды, күйіп қалды. Жоқ, оны не үшін? Ол піскен кезде уже шығу керек қой. Біз шығарған жоқпыз. Оны шығарсаң сразу ғана сап-сары болып тұрады да. Ол не үшін болып қалады, А так, Гүлжан кінәлі. В общем, сырын сезбей жеңдер десек.